Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода Қазақстандағы зейнетақы жайлы айтамын. Яғни 2023 жылы зейнетке шығатын кісілерге қатысты ақпарат. 2023 жылы зейнетке 61 жастағы әйел кісілер, 63 жастағы ер кісілер және 53 жастағы көп балалы аналар зейнетке шығады. Қазақстанда зейнетақының 3 түрі болады. Ол базалық, ынтымақты және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдер болып 3-ке бөлінеді. Әйел кісілер мен ер кісілер ынтымақты зейнетақыны алады, базалық зейнетақыны алады және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы төлемдерді алады, егер шарттарын орындаған жағдайда. Көп балалы аналар зейнетақының тек бір түрін ғана алады, яғни зейнет жасына келгенге дейін. Зейнет жасына келген кезде, яғни 2033 жылы базалық зейнетақы алады, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы төлемдерін алады және шартты жинақтаушы зейнетақы түрін алады, егер шартын орындаған жағдайда. Бұл зейнетақы түрі жаңа зейнетақы түрі болып табылады. Бұл 2028 жылдан бастап 5 жыл аралығында біреудің қол астында жұмыс істеген жағдайда зейнетақы аударымдарын жұмыс беруші жасаған жағдайда берілетін зейнетақының түрі болып табылады. Яғни 2033 жылы жақсы зейнетақы алу үшін бұл кісілер еңбек өтілін тоқтатпай жұмыс істеп зейнетақы аударымдарын жасау қажет. Бұл көп балалы аналарға қатысты. Қазіргі кезде көп балалы аналардың зейнетақысы өте аз мөлшерде шығуда, себебі бұлар зейнетақының тек бір түрін ғана алады. Яғни ынтымақты түрін. Бұл 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі және 36 айлық табысының көбейтіндісіне тең болатын зейнетақы түрі болып табылады. Бұл кісілердің еңбек өтілі аз болғандықтан, сонымен қатар табыстары болмағандықтан қазіргі кезде өте төмен деңгейде зейнетақы алады. Сол себепті бұл кісілер көп балалы ана ретінде зейнетке шыққаннан кейін еңбек өтілін жалғастыруды ұсынамын. Сонымен қатар зейнетақы аударымдарын міндетті түрде жасау қажет. Сол кезде сіздер жасы бойынша зейнетке шыққан кезде жақсы зейнетақы алатын боласыздар. Және шарттарын орындаған жағдайда зейнетақының шартты жинақтаушы түрінде аласыз. Оның шарты 2028 жылдан 30 жылдар аралығында жұмыс берушінің атынан зейнетақы аударымдары болуы қажет. Енді зейнетақыны анықтайтын маңызды көрсеткіштермен таныстырып кетейін. 2023 жылғы көрсеткіштер: минималды базалық зейнетақы ретінде 24.340 теңге, максималды базалық зейнетақы мөлшері 40.567 теңгені құрайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымдарының төлемдері 28.397 теңгені құрайды, ал максималды айлық табыс ретінде 189.750 теңге есепке алынады. Максималды базалық зейнетақы мөлшерін кез келген зейнет жасына толған кісі алады, яғни 24.340 теңге деңгейінде. Бұл 0 жылдан 10 жылдық еңбек өтілі үшін берілетін сума болып табылады. Ал егерде сіздердің еңбек өтіліңіз 30 жылдан асатын болса, сіздер максималды базалық зейнетақы мөлшерін аласыз. Ынтымақты зейнетақы мөлшерін анықтайтын ең маңызды көрсеткіш ол 36 айлық табыс мөлшері. Яғни максималды айлық табыс ретінде 2023 жылы 189.750 теңге есепке алынады. Егер сіздердің ынтымақты зейнетақы үшін табыс мөлшері осы суммада болған жағдайда зейнетақы мөлшері жақсы шығады. 2023 жылы 61 жастағы әйел кісілер зейнетке шығады, яғни 1962 жылы 7 айдан бастап 12 ай аралығында туылған. Ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі ретінде ең кемінде 6 ай, ең жоғары көрсеткіш ретінде 20 жыл есепке алынады. Толық еңбек өтілі ретінде максималды 30 жыл есепке алынады. Зейнетақы үшін табысы минималды зейнетақыдан 55 айлық есептік көрсеткішке дейін болады. 2023 жылы қандай жағдайда жоғары зейнетақы алады? Егер 1998 жылға дейінгі еңбек өтілі 20 жылды құраған жағдайда, сонымен қатар 98-ден кейінгі еңбек өтілі 10 жыл болғанда, толық еңбек өтілі ретінде 30 жылды құрайды.
Осы көрсеткішке зейнетақы үшін табысы 55 айлық есептік көрсеткіш деңгейінде болса, бұл кісілер максималды зейнетақы алатын болады. Ал егерде еңбек өтілі жоғары болып, бірақ зейнетақы үшін табысы жеткіліксіз болса, зейнетақы мөлшері көп болмайды. Максималды зейнетақы алу үшін еңбек өтілі және 3 жылдық табысы максималды деңгейде болу керек. Назарларыңызға рахмет. Жалғасы келесі видеода.